Бүгінгі жасайтын тамағымыз бұл нан. Мома деп айтамыз. Пампушка. Бұған бір жарты есе сүтке кішкене қасықпен бір қасық апара ашытқы саламыз. Ашытқыны соңғын езіп аламыз. Süt температурасы қандай? Жай жылы. Әйтпесе ашытқы пісіп кетсе, нанымыз ашымай қалады, момамыз. Сол үшін езіп алған мына 4 кесе ұн. Ұнымыз 4 кесе. Соған жаңа езіп алған апарамызды құямыз. Бұған илегенде езіп алған апарамызды ашытқымызды құйғаннан кейін суға тұз салмаймыз. Себебі ұнымыз көтеріліп жақсы ашымай қалады. Сол үшін тұз салмай суға жай ұнмен ғана илейміз. Жылы суға. Бұл илегенде ұнымыз өте қатты болып қалса, момамыз көтерілмей қалады. Бұл нанымыз. Сол үшін жылы ғана жұмсақ қып илейміз. Міне илеу қағидасы осылай. Бұл тағам балаларға өте ұнайды. Және жұмсақ балаларға пайдалы. Әсіресе жаны жоқ және балалар кішкентай балаларға сүтке салып беруге болады. Үлкен кісілердің тісіне де жұмсақ болады. Қаншалықты жұмсақ илеу керек? Қолға жабыспайтындай жұмсақ илесек болды. Қолға жабыспайтындай илесек. Ал қолға жабысып қалсонда жұмсақ қатты болып қалады. Менің немерем әжесімен бірге әжесіне көмектеседі. Күнде де анаға болса шығып жүрем, шықпаса. Менің бала әжесімен үйренеді. Апамның немересі бар. Сол немересі шығады. Бұл қамыр жейлі батыр. Бұл қамыр деп айталады. Қазақша қамыр. Дұрыс айтасың, қазақша қамыр. Осылай жұмсақтықта илейміз. Бұны ашығанға орап қойып қоямыз. Илеп алғаннан кейін ашығанын жалғасты. Соның жасау қағидасы көрсетеді. Шамамен қанша уақытта ашиды? Мен бір жарым сағат. Бір келкі қып болғанша илеу керек, е? Майда болғанша илейміз. Үйде жасап көрсеңіздер өте қолайлы, ыңғайлы. Бұл тағамды сіздер Қытай ресторанында көресіздер. Пампушка деп аласыздар. Өте дәмді. Үйде істеуге өте тез, ыңғайлы және қолайлы. Жегенге де жақсы, тіске жұмсақ. Мантуаркаға салсаңыз болды. Қазір оны көрсетеміз. Бірінші ашысын. Жақсылмау үшін күлен жағып қоямыз. Үстіне мынандай орамалдармен, тряпкамен жоқ қойсаңыз болады. Жарым сағаттан кейін ашығанда жалғастырып саламыз. Мамамызға қосып жейтін картоптан сәй қуырып аламыз. Соны мамамен қосып жесек күшті болады. Соны мен оның бітей көтерілгенше мен сәйімді турап дайындап жатырмын. Бұны әр түрлі турай 4 бұрышқа турасаңыз да болады, бұлай ұзыншақ турасаңыз да болады. Мен өзім бұлай ұзыншақ турағанды жақсы көремін. Пияз турап аласыздар.
қоссаңыздар да болады. Оны да былай төрт-піштеп турауға болады. Мен ана не бәрін бірге етіп осындай ұзыншақ формада турап жатырмын. Мамызды былай жасап аламыз да қойып тегістеп жайып аламыз. Мұқтармен тегістеп жайып аламыз. Біраз жұқалап. Жайылғаннан кейін үстіне сұйық майдан жағамыз. Бір-біріне жабыспау үшін аздап сұйық май жағамыз. Кейбіреуде дәмдендіргіш болатын бір моманың арасында себетін бір не болады. Теолеріне дәмдендіргіш болады. Біз оны істетпедік. Өйткені мынау табиғи, зиянсыз баладарға, үлкен кісілерге жеуіне қолайлы, тістеріне жұмсақ. Кішкене балаларға сүтке езіп берсеңіздер күшті болады. Ширықта орап алғаннан кейін бүйтіп паршалап бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін бөліп алған ұнымызды жіңішке көйлі деп қоямыз. Жіңішке ағашпен былай белінен бір басып қоямыз да екі шетін бүйтіп астына қарай жиырамыз. Мынандай арасы тіс ашық болады. Гүл сияқты. Гүл болып шығады. Бұның да неше түрлі болады. Мысалы бүйтіп жасауға да болады бұны. Роза гүл сияқты. Бұлай жасауға да болады. Осылай болып дайын болады. Қасқанға тізіп алдық. Енді мына кастролға су қайнатып алдық. Енді сол кастролдағы суға кастролымызды қасқанымызды саламыз. Жарым сағатқа суға жыңлап аламыз. Үстіне кастролды қақпағын қосып жейтін картошка салуымызды дайындап жатырмыз. Бірақ майданы көмесімізді саламыз, етімізді қуырып аламыз. Соның кейін барып пияз саламыз, картошкамызды саламыз. Соның момамыз пісқанда, дайын болғанда бірге жейміз. Ақ болсын. Болып жатқанда етке дәмдерді салсақ, ет жұмсақ болады. Бұның зияны жоқ. Әдетте ресторандар да кішігірім ашқананың бәрінде істетеді. Бұл етті жұмсарту қасиеті бар. Міне момамыз пісіп жатыр. Буынан. Етке біраз дәм кіргізеді. Қуырғаннан кейін картошкамызды саламыз. Түскі астарыңызға таптырмайтын тағам. Құрғақ буынанды жесе де болады, бірақ осындай саймен қосып жесе өте дәмді болады. Оған әдетте өзіміздің тамақтан кішкене қасықпен
Bir kaşık salamız. Su çekir. Tuz salamız. Buna kesinir. Evet, domates, semyanın kartoşka sayı. Hazır dayım boğanı turun kütüyoruz. Kese soğuk tuz koyarız. Yüzü keremet. Sulu olarak kılamız desengizdir, yekli kese koyasızlar. Sulu buluşu yekli kese koysanızlar dedi. Çok sulu koyun atmayın adamlar, bir kese kana koysa buladı. Oldu endi betince alıp kurturup koyarız. Dayım boldu. Endi tushirib jagaga sayimiz bilan birga jiymiz. Bizim momamız dayım. Bizning momamiz bugnamiz dayım boldu. Kartof dayımız sayimizda meh dayım boldu. Sürüp jangak bugnamız bilan qo'shib jiymiz. Sayimiz dayım boldu. As bo'lsin. Sanatar qayta ko'tariladi. Ağzını. Az bolsun Kavsar. Evet. Ne kadar yapalım koyayım. Ya. Üç taneden yani kartoşkadan da tüm bir apam yemişim bu.